білім туралы подкаст. Балаларда ескі травма басталады. Профориентологқа кімде жүгіні керек? Телефон, әлеуметтік желі, жасырын интеллект, 80-90% универ оқығысы келмейді. Бұл катастрофа. Альфа, зумер. 10% адам универ оқиды, бәрі шетел мықты, жоқ мықты емес. Оян ата-ана дейміз. Білім сізде әлдеқайда жақсы. 75% ата-ана баласын танымайды. Анау есіктері қиқ ашылады. Шетелден қалмаймыз. Озып кетеміз аж. СДУ, КБТУ, МУИТ, нархоз, Астана IT. 4-5 критерияны өлетін мамандықтар, өшетін мамандықтар. Алматы, Казахстан деген кезде қызмет саласы, ауылда ақша бар. А это же второй дубайтіндер бар. Көше сыпырушысы. Юрист керек емес. Грант үшін барады. Hyundai Motors'та машинасы тұр. Баланың дұрыс маман таңдауына тікелей ата-ана әсері бар. Ата-ана ояну керек дер едім. Қайырлы күн. Бұл Қазақстандағы білім туралы подкаст және сіздермен бірге Гүлзана Серікова. Ал бүгін қонақта еліміздегі ең танымал профориентолог Омарбек Кішкімбайұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Омарбек мырза, түсіндіріп өтсек, профориентолог немен айналысады? Оның басты мақсаты қандай? Көрермендеріміз нақты түсіну үшін профориентологқа кімде жүгіні керек? Бала қай сыныптан бастап мамандық таңдау туралы ойлану тиіс? Тамаша, рахмет. Ең алдымен Гүлзана ханым осылай бір мүмкіндік бергеніңізге рахмет. Шын мәнінде дәл қазіргі таңда әсіресе білім саласында мына мамандық таңдау өте өзекті. Мына Z ұрпақ дейміз, альфа ұрпақ дейміз мысалда, олардың мамандық таңдау тем более күрделі қазір. Өте күрделене бастады. Неге десеңіздер, мына әлеуметтік желі, адамдардың ойы әртүрлі. То есть, өкінішке орай балалар қазір өзін танымайды. Өзін танымаған бала қалай маман таңдайды? Проблема осында. Профориентолог мамандығы негізінде Қазақстанға жаңадан енген термин болуы мүмкін. Бірақ та бұның түбірі әлемде ол 100 жылдан бері бар. Былай айтайын сізге 70-80 жылдар, 90 жылдар профориентолог кім еді? Ата-анамыз. Дұрыс па? Ондай кезде ата-анамыз істеді, барасың, оқисың. Болды. Почти көпшілік қазіргі таңда біздің возрастағы әріптестердің басым бөлігі ата-анасының бір-ақ сөз үшін барды, мұғалім болды, дәрігер болды, инженер болды, юрист болды, финансист болды. Жаман болған жоқ. Бірақ 80-90 жылдардың әдісімен қазіргі балаларға бар оқы десеңіз, балаларда ескі травма басталады. Себебі қазір заман басқаша. Демек, заманға сай баламен жұмыс істей алатын, баламен бір волнада болатын, баланың психикасын түсінетін бұл эксперттер, бұл профориентологтар. По идее, профориентолог деген профориентейшн ағылшыннан келеді. Professional orientation деген ғой негізі. Professional кәсіби orientation бағыт бағдар беру. Яғни қазақша аударсақ, кәсіби бағыт бағдар беруші деген сөз. Просто енді термин ретінде профориентация, профориентология деп еніп кетті. Бұл термин не үшін маңызды? Мен қалай келдім? Қысқаша осыны айтқым келіп жатыр. Өзім енді жоғары оқу орнында жүрмін 15-16 жылдан бері. Екінші курста мен ол кезде замдеканмын. Келіп өтініш жаза бастады балалар. Грантта оқып жатыр. Өз еркіммен гранттан бас тартып отырып, мамандыққа ауыстырсам бола ма? Интересно. Мамандыққа ауыстырсаңыз грант жойылады ғой. Ағай, это не мое. Қараңызшы, 130 балған алы, 132 балған бала келіп алып айтып жатыр. Ағай, это не мое дейді. Сонда деймін да, әшін мама айтты, досым айтты, грант үшін келдім. Опа. Мен кішкене зерттей бастадым. Шын мәнінде жастардың басым бөлігі дұрыс емес мамандықта жүр екенін байқадым. И қарасам, статистика бойынша, қазір Қазақстанда 61% жоғары оқу орын түлектері өз бағытын жұмыс істемейді. Бұл катастрофа. Былай қарасаңыз да. И 4 жылдан кейін өкінішке орай қатты диплом алады, бірақ ол бағытта жұмыс істемейді, бұл үлкен проблема. Демек, бұны проблеманы төменнен шешу керек. Айтады ғой, бір боль бар, проблема соны шешу керек. Мен зерттей бастадым, демек, маман таңдау негізде 9-10-11-ден бастау керек. 11 сынып емес, 9-10-дан бастау керек. Егер шынайы болатын болсақ, маман таңдау кіші сыныптан бастайды. Яғни бұл ата-анасының үйдегі тәрбиеден. Мен бірінші сыныптан дер едім. Мен 4-ке бөлем, Гүлзана ханым. 1. 0-5 жас арасы мейірім кезеңі. Егер сол жас арасы бар болса ата-аналар, балаларыңыз тек қана мейірім. Құшақтаңыз, бетінен сүйіңіз. Осындай кезде бала мейірімді болып үйрену керек. Мейірімі көп бала ертеңгіні өзгелерді ойлайды, көмектеседі, пайдалы болады. Мейірімді көрмеген бала ертең қылмысқа жақын болады. Хабарыңыз. Сондықтан да осы кезеңде балаға ұрыспау керек, балаға ашуланбау керек, балаға мүлдем тек қана бетінен сүйіп, мақтау керек, мейірім төгу керек.
бұл бірінші кезең. Екінші кезең бірінші сынып, 5-ші сынып. Бұл кезеңде 100% ата-ана жауапты. Баланың қолынан ұстап, әртүрлі кружокқа апару керек, үйірмеге апару керек. Баланың көкжиегін кеңейту керекпіз. Осындай кезде ата-ана менің жұмысым көп, менің ақшам аз, немесе мен жаңағыдай қолым бос емес, той домалақ бар деп баланы игнор жасамау керек. Балаға да көңіл бөлу керек, балаға да инвестиция қою керек. Міне осындай кезде мен айтатын ата-аналарға 3 бағытта кружокқа апару. Біріншісі бұл интеллектуалды бағытта, әртүрлі шахматтан бала даму керек. Екіншісі физикалық бағытта, жүзу, спорт, бала уже пысықтану керек. Үшінші бағыт бұл шығармашылық бағыт. Фортепиано, сурет салу, баланы ашу керекпіз да. Сосын осы бірінші 5-ші сыныпта 100% 100% ата-ана жауапты. 6, 7, 8-де 50-50. Ол не уже осындай кезде балада я хочу, я не хочу деп бастайды. Мен барамын, бармаймын. Бұл менікі, бұл менікі емес. Уже характер шыға бастайды. Біз осындай кезде өкінішке орай қазақи тәрбиеге беремізді. Бар дедім ғой. Болмайды, барасың. Мен ақша төлеп қойдым. Барлығын баласы барып жатыр. Бұл болмайды, оны дұрыс емес. Осындай кезде, хорошо, барым келмей ме? Все, атмен, бармасын, алып тастаңыз. Мысалы, керісінше, мама маған мынаны ұнайды, папа мен мына жаққа барғым келеді деген кружоктарға, мысалы айталық, фортепиано барғыңыз келеді. Сразу ұстазымен сөйлесіп көріңіздер. Ұстаз айтады, мына қыз фортепианоға барам дейді. Келе ма? Екен бар ма? Ол айтады, саусақтар келеді, слух келеді, жалғастырыңыз. Жоқ, келмейді, алып тастаңыз. Мына бала спортқа барам дейді. Тренерге сұрап көріңіз, мына жүгіре ала ма, дыхание ұстай ала ма, допты сезе ма? Егер десе жалғастырыңыз, жоқ десе алып тастаңыз. То есть көрдіңіз ғой да, 5, 6, уже 6, 7, 8 сыныпта уже 50-50. 50% ата-ана, 50% бала жауапты. Ал 9, 10, 11-де 100% бала жауапты. Ата-ана емес, мектеп емес, ешкім емес. Бала жауапты. Енді қараңыз, өкінішке орай біз Қазақстанда байқап жатырмын, 1-ші сыныптан 8-9 сыныпқа дейін біз балаға көңіл бөлмейміз. Қараңызшы. Бөлмейміз, ұмытып кетеміз. Сосын 9-10 келеді, айтамыз, балам кім боласың? Бала кіші көрген жоқ, кружокқа барған жоқ, өзін танымайды. Сосын не істейді? Өтірік алдай бастайды. Қалай? Досым кім боласың? Хорошо, мен де юрист болам. Мама юрист болам. Көрдіңіз ғой да? Қайда барасың? Грант көп па физмат? Мен физматқа барайын. Или не ғой, мұғалім болса айлық нормально екен. Или там дәрігер болса бәрі нормально болады деген сияқты. Уже өзінің емес, өзгелердің айтқан сөзіне мән бере бастайды. Сондықтан мен осылай 4 кезеңге бөлем. Бірінші кезең мейірім кезеңі 0-5 жас, одан кейін 1-5 сынып кезеңі кружокқа бару кезеңі 100% ата-ана жауапты, одан кейін 6-7-8 сыныпта 50-50, 50%, уже осындай кезінде характер шыға бастайды, бала бейімделе бастайды. 9-11-де уже 100% баланың өзіне жауапты. Осындай кезде бала нақты бағытты анықтау керек болады. Осына уже кеш болса кеш болады екен. Омарбек мырза, сіз неше жыл профориентолог болып істеп жүрсіз? Мен 2014 жыл осы проблеманы көре бастадым. 11 жыл болды. Почти 11 жылдан бері осы салада жүрмін. Но білім саласында 2008-ден бері, 15 жылдан бері мен балалармен тығыз байланыстамын. Но профориентологияның маңыздылығын 2014-те түсіндім. 2014-те жаңа боль келе бастады. Это не мое, мен оқудан шығып кетемін, гранттан бас тартамын деген кезде мен түсіне бастадым. Неге гранттан бас тартады? Грант мемлекет ақша төлеп жатыр ғой, қанша миллион. Да, тегін. Былай қарасаңыз, баланың қалауы емес та, көрдіңіз ғой да. Сол жерден бастап полный кірістім, өзім жаңағы Америкадан біраз курстар оқыдым, ресейлік курстар оқыдым, кітаптар оқыдым. Менде основной көз практика. Практикамен келген нәрсе. И қарап отырсам қазір істеп жатқан жұмыстарымыз, мысалы университетте болсын, қазір мектептермен жұмыс істейміз, білім басқармамен жұмыс істейміз, арнайы курстар өткіземіз алда. Сол кезде бәрін байқағаным, шын мәнінде бір балаға дұрыс бағыт бағдар бере білу ана баланың 40 жылдық өміріне әсер етеді. Омарбек мырза, сіз көп жылдан бәрі балалармен жұмыс істейсіз. Альфа, зумер, миллениалдардың арасында айырмашылығы бар ма? Егер бар болса, соған қарай білім беру мен оқыту тәсілін өзгерту керек пе? Енді қараңыз, X, Y, Z, альфа ұрпақ дейміз ғой мысалда. Шын мәнінде бұның кезеңдері бар. Жаңағыда 1964-тен енді қатып қалған бір кезең жоқ. Но айтады 2000 жылдан бері уже Z ұрпақ, 2011-15-тен бері уже альфа ұрпақ дейміз, дұрыс па? Біз кезеңдеріміз бәлкім X, Y болуы мүмкін мысалы, дұрыс па? 80-90 жылдардың кезеңдері. Енді былай қарасаңыз, біз кезеңіміздегі мен қазір кезеңнің айырмашылығы бар ма? Бар. Қазір кезеңде үлкен проблема бұл телефон, әлеуметтік желі, жасырын интеллект, ақпараттың көп болуы. Біз кезімізде қалай еді? Бір ақпаратты алу үшін біз кітапханаға барамыз, дұрыс па? Көп кітаптарды ашамыз, газет оқимыз. Қазірлер кітап оқымайды, газет оқымайды. Қазірлер
бір секундта не істейді? 1000-дан ақпарат алады. Біз 1000-даған күн жүріп, бір ақпарат алсақ, қазір адамдар бір секундта 1000-дан ақпарат алады. Қазір проблема ақпарат іздеу емес, қазір проблема ақпаратты сұрыптай білу, ақпаратты анализ жасай білу маңызды. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі енді бұның арнайы эксперттері бар. Білім саласының өзі қазір осы жасанды интеллектпен заманға сай өзгеріп жатыр. Сондықтан да міндетті түрде альфа ұрпақтың қалауын ескеру керек. Міндетті түрде Z ұрпақпен айырмашылығын ескеру керек. Мысалда, біз кезіміздегі деген әңгіме қазір жүрмейді, Гүлзана ханым. Біз кезімізде былай оқып едік, болмайды. Біз кезімізде осы мамандық атақты еді, болмайды. Ойлап көрші, осыдан 4-5 жыл бұрын, дұрыс па? Жасанды интеллект деген сөз жоқ еді. Пайда болды ма? Пайда болды. Дұрыс па? Онлайн карантиннен кейін пайда болды. Одан кейін біз түсінбеуші едік, дұрыс па? Оны қазір SMM таргетинг соңғы 4-5 жылдың ақпараты. Оның алды бұл ақпарат жоқ еді. Келісесіз ғой да? Былай қарасаңыз, жаңа мамандар шығып жатыр. Сондықтан да заманға сай Z ұрпақ, альфа ұрпақтың тамырын ұстап, жаңадай білімге қажетті өзгеріс жасау керек, міндетті түрде. Сіз жаңа ғана көп жерде оқыдым дедіңіз. Шетелдегі балалардың біздің балалардың айырмашылығы бар ма? Біз жалпы қазіргі таңда қарап отырсақ, өз басым 27 мемлекетте болыппын. Еуропада болдым, Америкада болдым, жаңадай Индонезия жақта болдым, Африкада да болдым, бәрі салыстырдым. Өзім итақта PhD докторантпын. Менің бағытым осы project based learning in mathematics. Яғни математикада, педагогикада қалай балаларға, қалай десем болады, проект арқылы балалардың білімге, математикаға құлшынысын арттыру. Байқасам, бізде әлі өкінішке орай traditional method дейміз ғой да, ескі методпен. Бір адам сөйлейді, бәрі тыңдайды. Мысалда. Ал шетелде көбінесе практика. Өте маңызды. Мысал, Германияда байқағаным, балаларды бірінші сыныптан бастап өзінің қалауын ескереді. Қараңызшы. 10% адам универ оқиды, 80-90% универ оқығысы келмейді. Уже колледж техникумға кетіп қалады. Неге? Уже өзін біледі. Маған университет қатты қажет емес дейді. Сразу колледжге бар, колледжбен дамиды, ары қарай қоғам пайдалы болады. Сондықтан да бізде балалардың бүкіл пәнді білген қалаймыз. Шетел былай емес. Шетел бір бағытта дамиды, все. Болды. Мысалы, мен өзім үлгі берейін. Өзім балаларымды үлгі берейін. Үлкенім Алинұр. Қазір 9 сынып. Математик. Твай. Сізге тартқан. Мамасы да математик бізде. Ол да олимпиадчик, біз екеуміз де математикпіз. Жақсы көреді математиканы. Полный математик деп айтайын. 100 сұрақтан 99 жауап беруі мүмкін. Жақсы көреді. 5-6 сағат отырып шешеді, кубик құрастырады. Бірақ көп бір сөзге жоқ. Қатты бір public speaking емес. Енді маны ұқсаса, public speaking болу керек қой. Көп сөйлеу керек, бірақ көп сөйлемейді. Но мен айтамын да, все, сен осымен жүре бер деймін. Керісінше қызым, мысалы, Алматы Тараз 5 сағат қой да машинамен. 5 сағат әңгіме айтып барады маған. Тоқтамай сөйлейді. Бірақ енді ол қатты бір математика емес, мысалы да, ағасы сияқты емес. Мен енді отырып та, ой, қызым, сен ағаң сияқты математик бол десем, дұрыс емес. Немесе балама, қарындасы сияқты көп сөйле. Зачем? Керек емес. То есть баланың, біз енді мамасы екеуміз бұны көп талқылаймыз. Ай сайын өзінің жиналыстарымыз бар мысалда. 6 айда бір баланың мақсаттарын қоямыз, баламен жұмыс істейміз, қалауын ескереміз мысалда. Сонда кезде байқағаным, баланың қабілетін ескерсеңіздер, баламен жұмыс істесеңіздер, бала ашыла бастайды. Көрдіңіз ғой да? Бұл өте маңызды мәселе. Сондықтан да мен ойлаймын, мына жалпы шетел мен Қазақстан арасында айырмашылықтың басты мәселесі, біз баланы бір қабілетіне қарай емес, қоғамға қарай бейімдейміз. Ойбай, бәрі білу керексің. Керек емес. Қазір ChatGPT бар. Баста түк бәрі шығады, дұрыс емес пе? Наоборот, керісінше, бала өз бағытында дамыса, ертеңгі кез келген мәселеде шешім шығарып үйренеді. Өз бағытын білу керек. Мәселе осы жерде бала өзін тану керек. Бала өзін тану үшін ата-ана баланы тану керек. Осындай кезде Гүлзана ханым, проблема ата-ана баланы танымайды. Тағы бір статистика айтайын ба? Біз балаларға сұраймыз, кім болғың келеді? 87% бала мен білмеймін дейді. Сыртқы фактордың әсеріне қалады. Көбісі ата-ана біледі. Ата-анаға сұрадық. Балаңыз кім болғыңыз келеді? 75% ата-ана баласын танымайтын болып. Білмейді. Қызығушылығын білмейді. Неге? Өйткені ата-ана қазір бүкіл жұмысы қалай десем болады? Базовый потребность. Ойбай, ақша керек үйге. Ойбай, балаға киім алып келу керек, тамақ беру керек. Қол тимейді ғой. Қол тимейді. Дұрыс айтасыз. Азаннан кешке жұмыс, азаннан кешке келіп сериал көреді барлығы, немесе жаңағы той домалағы бар еще. Бала өз-өзімен интернетпен өсіп жатыр. Не көріп жатыр білмейміз интернетте.
бүкіл нәрсе доступ бар қазір балаға. TikTokта да, мына YouTube Shorts'та да, Instagram бәрі доступ бар, и біз оны қадағалап отырмаймыз. Өкінішке орай проблема. Сондықтан да бұл жерде үлкен проблема бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас. Сондықтан да біз оян ата-ана дейміз. Оянған ата-ана баласын таниды. Өте маңызды. Омарбек мырза, қалай ойлайсыз, қанша жылда біз шетелдегідей дамимыз? Ең алдымен шетел деген кезде біз ойлаймыз, бәрі шетел мықты, жоқ мықты емес. Біз ылғи өзімізді Америка мен Европамен салыстырамыз ғой мысалы да. Былай қарасаңыз шүкір қазір Қазақстанның жағдайы өте жақсы. Енді осы 27 миллион салыстырған айтайын. Осы Средний Азияда мысалы да, мына өзіміздің Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғыз алған кезде Қазақстанымыз әлдеқайда жақсы. Мысалы мен бірнеше рет енді мына Education Fair арқылы Тәжікстанға бардық, Өзбекстанға бардық, мысалы сол кезде Алматы, Казахстан деген кезде, это же второй Дубай дейтіндер бар. Иә, бәрі біледі. Иә, жақсы біледі мысалы да, и құрмет етеді мысалы да. Сондықтан да біріншіден біздің білім жаман емес. Шүкір, өте жақсы деңгейде. Қазір қарап жатырмын, Қазақстандағы 120-дан көп университеттер мысалы эксчейнжбен бір шетелге жібереді, дұрыс емес па? Рейтингдер әлдеқайда жоғары. Тіпті 21 университетіміз QS рейтингіне кірді, мысалы да. 34 университет 2 диплом береді. Былай қарасаңыз, біліміміз жақсы. Тіпті мен Польшаға бардым. Как раз сол жақта өзіміз қазақ студенттермен кездестік, танитын профессормен кездестік. Айтады, Омарбек дейді, мына Польшадағы X университет, по идее, сіздің Қазақстандағы, Алматыдағы университеттерден рейтингіңіз жоғары емес. Сізден төмен даже. Профессорларымыз төмен, мысалы да, рейтингіміз төмен. Неге сіз бізге келіп жатыр? Мыңдаған бала. Просто из-за того, что Европада тұрмыз болды все. А так білім сізде әлдеқайда жақсы. Мен рейтинг қарап отырмын, мен мақаланы жазамын, мен білем профессормын, и мен білем, что Қазақстанда әлдеқайда жақсы. Сондықтан да егер осыны келісіп алайық, Қазақстанда білім жаман емес. Но әрине біз әлем бойынша салыстырған кезде Гарвард, MIT, Стэнфорд дейміз мысалы да, UK-дегі, USA-дегі университет қараған кезде олардың әлдеқайда жақсы деңгейдегі білеміз. Мен ойлаймын бұл жерде адами капитал. Адами капитал өте маңызды. Біз қараймыз да, ойбай, мынандай әдемі универ құру керекпіз, здание мықты болу керек, лаборатория бәрі керек. Бірақ адами ресурс болмаса бәрі бос сөз. Бұл 2 жыл бұрын Испанияда болдым, интерншиппен, бір айлық өзімнің практикам болды. Сенесіз ба, 1800 университет. Анау есіктері қиық ашылады. Тақта. Былай қарасаң, ешқандай инфраструктура ештеңе жоқ. Бірақ рейтинг бойынша топта. Былай қарасаң, лабораториясы мықты. Адамдар азан кешкен жұмыс істейді ана жерде. Бір химиялық, математик, физикалық, көрдіңіз ба? Адами ресурс. Адам өз бағытын білген кезде, өзін таныған кезде кайфует. Яғни былай деп айтайын сізге, Гүлзана ханым, икигайын тапқан адам шаршамайды. Икигайын тапқан адам ғылыми бағытта жұмыс істейді. Икигайын тапқан адам мұғалім, жақсы мұғалім болады. Икигайын тапқан адам жақсы инженер болады, жақсы дәрігер болады. Вот икигай өте маңызды мәселе осы жерде. Сондықтан да шетелге жақындағымыз келсе, мен айтайын, адами ресурсқа мән беру керек, баланы дамыту керек, баланың өзіне сенімділігі, өзін тани білсе, кез келген кезде біз белгілі салаларда шетелден қалмаймыз, озып кетеміз даже. Рахмет, Омарбек мырза. Біздің Қазақстандағы топ-5 универ қандай сіздің ойыңызша? Провокационный сұрақ болсын кішкене сізге. Жалпы енді мен былай айтар едім, осы жерде біздің ата-аналар болсын, талапкерлер болсын, университеттің рейтингісінде әртүрлі функциялар бар. Дұрыс емес пе? Мысалы, біреуі анау жақсы дейді, мынау жақсы. Мен былай қарар едім. Әркімнің көзқарасы бойынша әртүрлі университет бар. Бұл жерде бір ғана университеттің сырт келбетіне қарап баға беруге болмайды. Бұл жерде университеттің ақшасына қарап та баға беру болмайды. Профессор санына қарап баға беруге болмайды. Түлектерінің жұмысы, яғни бұлай қарасаң категория бұның барлығы мысалы да. Сондықтан да, мысалы айтайық, X университет аты заты даңқы жақсы болуы мүмкін, рейтинг күшті болуы мүмкін, бірақ мына X, Y мамандық бойынша жақсы емес. Мысалы, IT бойынша айтайын, мысалы да, IT бойынша 44 университет бар Қазақстанда. Соның мен сізге айтайын, 4-5-еуінің мысалы да түлектері топ жарып жатыр. Мысалы да, Google-да жұмыс істеп жатыр, Amazon жұмыс істеп жатыр, үлкен компанияларда. Но басқа университеттердің түлектері жұмыс істеп жатқан жоқ емес қой, істеп жатыр. Но осы 5-6 университеттің түлектері просто статистикалық мәлімет бойынша көп түлек болғандықтан көп аты шығып жатыр. Басқа университетте просто түлек аз болғандықтан олардың түлегі 1-2 түлек, 3-5 түлек. Олар да жұмыс істеп жатыр Google-да, Amazon. Но олардың көп аты шықпай жатыр. Сондықтан да мен бұл жерде атын айтып кетейін университеттердің. Айтайын ба? Жақсы. Жалпы, неден бастайын? Енді медицина саласында сөз жоқ. Асфендияров номер 1. Оған сөз жоқ. Асфендияровқа ешқандай сөз көп енді студенттер келіп жатыр. Иә. Енді Алматыда болғанда, олардың енді ресурстары да жақсы. Педагогика саласында қара шаңырақ Абай дер едім, мысалда. Но ағылшынша бала білсе, ондай мысалда ниш,
Билл, РФМШ сияқты час школаның түлектері ағылшын жақсы біледі. Оларды СДУ-ға кеңес беремін. Мысалы, two foreign language, химия, биология, информатика, математика бағытында онлайн инглиш ағылшынша мысалы. IT бағытында бағана 5 университетті жоққа шығармаймын. Мысалы, СДУ, КБТУ, МУИТ, Нархоз, Астана IT, мысалы, одан кейін биылдан бастап сізді ақырындап IELTS-ні қоса бастаймын. Өйткені сіздің негізі программаңызды көре бастадым. Мен ойлаймын 2 жылдың ішінде бұл тізім көбею керек, мысалы, топ 10-ға, топ 20-ға шығу керек. Жалпы IT саласы осы дер едім. Ғылым бағытында енді әрине Назарбаев университетке сөз жоқ, оны research бағытында деп айтарым. Немесе жаңағыдай Казгуға сөз жоқ, мысалы, ғылым бағытында Әл-Фарабидің орны бөлек, мысалы, профессорлар болсын, қазір әлемде істеп жатқан жұмыстары маған қатты ұнайды. Сондықтан ата-аналарға бұл жерде айтарым, ата-ана кішкене зерттеп үйрену керек. Тек қана бір ғана бүйтіп ойбай грант көп екен деп емес. Или жаңа рейтинг көп екен деп емес. Немесе кейбір ата-ана айтады, біз кезімізде жақсы универ еді. Біз кезіміз деген ол қанша 80-90 жылдар. Қазір 2025, примерно бір 35-40 жыл өткен. Бала барғысы келмеуі мүмкін, мысалы. Яғни біз кезімізден сөзді ұмытамыз, бала өзі барып сұрыптау керек. Мен осы жерде ата-анаға айтарым да, егер университетті саналы да сапалы таңдағыңыз келсе, 4-5 критерийін ұстаңыз деді. 1. Ең алдымен университеттің әдемілігінен гөрі қандай білім береді. Екіншісі, түлектерінің жұмысқа орналасу статистикасы. Үшіншісі, егер мүмкіндік болса, мына curriculum дейміз. 8 семестр бойы қандай сабақтар оқытады. Бұл сабақтар қоғамға пайдалы ма? Жалда, любой университеттің сайтына кірсеңіз бәрі бар. 8 семестрдің немесе 6 семестрдің бүкіл сабақтары бар. Одан кейін шетелмен байланысы бар ма? Exchange program дейміз. Өйткені қазіргі заман сондай әлеммен байланысы болғаннан кейін кейбір білімдеріміз тек қана Қазақстан емес, бәлкім Қытайда дамыған, бәлкім Кореяда, бәлкім Малайзия, бәлкім UK-да, USA-да дамыған, сол 6 ай бір жылға exchange-пен жібере ма? Мысалы, өте маңызды. Одан кейін жұмыс берушілермен байланыс, одан кейін түлектермен байланыс, одан кейін студенттердің жаңағыдай дәл қазіргі 1-ші, 2-ші, 3-ші курс студенттердің кері байланысы. Яғни бұлар нағыз шынайы отзывтар. Егер ол студенттер біз ризамыз дейтін болса, бұл өте маңызды. Соңғысы бұл қоғамдық өмірмен байланыс. Яғни университет дегеніміз қатты диплом беретін жер емес. Университет бұл орта. Университет бұл communication, университет бұл team leader, яғни баланы дамыту деген. Сондықтан да ата-аналар талапкерлер осындай критерий бойынша универге барған кезде, ой, универ әдемі екен емес. Осындай чепетильный сұрақтар қойыңыздар. Шетелге байланысты, жаңадай 8 семестр не оқимын, қандай ППС дейміз, профессорға преподавательский состав дейміз, немесе профессор оқытушы құрамы. Осын сұраңыз, мысалда, түлектердің қайда жетістікке жеткенін сұраңыз, қазіргі студенттермен кері байланыс алыңыз. Бұның барлығы сіздің мамандық таңдауыңызға, универ таңдауыңызға тікелей әсер етеді. Мен осындай критерий қояйын. Омарбек мырза, қазіргі 21-ші ғасырда ең сұранысқа ие мамандық қандай деп ойлайсыз? Ендігі 11-ші сынып оқушыларына бір кеңесіңізді берсеңіз. Тамаша. Дәл осындай кеңесті мен профориентологтардың үлкен бір жиыны болды. Конференция өткіздік. Жан жақтан бір 500-ге мейлі, есімде жоқ сан келді, соларға дәл осы тақырыпты қозған болатынмын. Сұранысқа ие мамандықтар тізімі. Зерттей келе 2025 жылдың 7-ші қаңтарында үлкен глобал форум болды, экономикалық форум болды. Сол кездің мақаласын қарадым. Бір 15-20 мақалада болашақ 20-30 жылда өлетін мамандықтар, өшетін мамандықтар. Бұл өте маңызды. Сосын алдым, өзіміздің Қазақстандағы еңбек нарығын қарадым. Еңбек KZ және өзіміздің Атлас новый профессия бүкіл қараптырып, болашақта керек мамандықтар қарастырдым. Осы кезде байқағаным. Негізге 4-5 бағыт бар. Ең керек. Бірақ бұл дегенім қазір ата-аналар шатастырмасын. Бұл бағыттар керек болғанымен барлығы сол бағытқа бару деген мағына білдірмейді. Мысалы айталық, IT бағыты керек па? Керек. Бірақ бұл не деген сөз? Бүкіл бала IT-шік болсын деген білдірмейді. Егер баланың қабілеті келмесе, оны қинамай-ақ қоямыз. Сондықтан да ең бірінші бұл IT саласы. Бұл керек. Қазір заманға талабына сай. 2. Өлмейтін, өшпейтін бұл әрине education, білім саласы. Ол өшпейді. Мұғалімді кез келген кезде керек. 3. Бұл медицина, бұл да өлмейді. Бұл екеуі өлмейді, өшпейді. Бұны жоққа шығара алмаймыз. Но қазіргі сұранысқа бұл қызмет саласы дер едім. Өйткені қанша жасанды интеллект пайда болса да, бұл қызметті, сервисті өзгерте алмастыра алмайды. Бұл не қазір? Туризм саласында, мысалы, адами фактор керек. Журналистика саласы, дұрыс па? Немесе қазіргі таңда мына 2025-тегі экономикалық форумдағы неде қарасам, ең көп сұранысқа сол қызмет саласы шығып тұр. Қызмет саласы басты приоритет қазір бәрі жерде. Сосын мына жасыл энергетика саласы да маңызды. Қазіргі мына заманға сай
табиғаттан жаңа энергияны алу, мысалы күн сәулесінен электрик қуатын алу деген сияқты жасыл энергияны пайдаланатын адамдар бізге ауадай қажет. Ал қазақстандық жаңағыдай жоғары оқу орындары ең көп қазір еліміздің кең байтақ жері бар. Мен айтам, агроинженер едім. Агроинженер ауадай қажет, бірақ көбісі түсінбейді мысалы. Қойшы дейді, ауылда жүрем ба? Наоборот, керісінше ауылда ақша бар. Ауылда ең көп қазына сол жерде. Яғни саналы түрде егер агроинженерге барған бала, мен ертең айтайын, ең бай бала осы болады. Ең бақытты бала осы болады. Егер дұрыс таңдап барса. Просто біздікілер қойшы дейді, ауылда жүрмейін. Біздің қоғамда барлығы юрист болғысы келеді. Бәрі финансист болғысы келеді. Бәрі экономист болғысы келеді. Бәрі банкте жұмыс істегісі келеді. Бәрі ақ көйлек киіп бүйтіп отырса десе. Мен ойлаймын. Бәрі бастық болғысы келеді. Ал Еуропада осы жоқ. Осы қызық. Еуропаның плюсы осы. Былай қараңыз, Испанияда бір профессормен кездестім. Профессор, әлемге танымал профессор. Күйеуі кім білесіз ба? Күйеуі. Көше сыпырушысы. Намыстанбайды. Он этого любит дейді. Жүре берсін дейді. Қараңызшы. Әйел адам профессор, күйеуі кәдімгідей көше сыпырады. Бәлкім енді басқа жұмыстар бар шығар, мысалы, кішігірім, бірақ сондай жұмысты жақсы көреді екен. И ол намыстанбайды. Біз болсақ қазір Құдай сақтасын, қалай намыстанамыз да? Істеме анау дейміз да. Дәл солай. Кейбір бала келеді маған. Мысалы, өткенде бір бала хабарласты Атыраудан. Ағай дейді, мен химия таңдадым. Иә, хорошо. 120 алдым. Тамаша, керемет. Ветеринар болсам бола ма дейді. Неге дедім? Мен дейді, мысықтан жақсы көремін дейді. Күшті ғой дедім да. Соның плюсын айтып бердім. Мен айттым, егер мысық жақсы көрсең, ертеңгі зоомагазиннен жақсаң. Сразу Google-дан қарадым, ChatGPT қарадым. Зоомагазиннің, мысалы, Алматы, Астанада, үлкен қалаларда, Ақтауда бар екен, айлық обороты егер жақсы болса, 3-4 миллион теңгеден не екен да. Сондағысы енді бар ғой, мысық ауырады, оған укол саламын мысалы да. Өзімнің кішкене бір мысығым болды, барып укол салдым, 20 теңге сұрады. Бір укол, мәссаған. Yana бір нәрсе тамақ беру керек екен. 100 мың теңге на месте. Мен айттым, қара дедім, ветеринар болатын болсаң, былай зоо ашыласың. Вот дейді да, осыны мамаға түсіндіре алмай жатырмын. Бала жақсы көреді мысықтарды. Ит мысық, құстармен жұмыс істейді мысалы да. Бірақ біздің менталитетінде химбио 120 алсаң, сен медик боласың. Ал мен адамдармен емес, мен мысықтармен жұмыс істеймін келеді дейді ғой. Түсіндіре алмадым мамасына, содан отырып мен мамасымен сөйлестім. Байқасаңыздар, қазір жастар, өзін таныған жастар әртүрлі бағытқа барғысы келеді. Мысалы да, шығармашылық дейді. Біреу өткен звондайды, ағай айтты, бізде Қазақстан жоқ, бірақ мысалы аэроғарыш сияқты мамандық шетелде бар екен да, мама жібермейді дейді мысалы да. Өткенде бір бала звондайды, ағай мен IT болғым келеді, бірақ ауылда өскен адамбыз, мама IT болмайсың, ауылда жұмыс жоқ. Мен айттым, IT-ның жұмысы ауылда емес. Ол деймін, ауылда болса да онлайн Google жұмыс істей алады, дұрыс емес па? Ол осында отырып Америкада жұмыс істеуі мүмкін, Еуропада жұмыс істеуі мүмкін, ол Алматыдан жұмыс істеуі мүмкін. Яғни біз өкінішке орай ата-аналарға айтарым осы жерде, оянбаған ата-ана баламен бір балада болмағандықтан баланың қалауын білмейді, немесе заманның қалауын білмейді. Сол әлі сол 70-80 жылдарда. Мен кезімде былай, дұрыс емес. Сондықтан мен осы жерде айтарым, құрметті ата-аналар, ояныңыздар. Баланың жаңағыдай қызығушылығына қараңыздар, баламен таңыздар. Қазіргі қоғамдағы мына өзгерістер байқаңыздар. Мен қазір білемін, көп ата-ана мына блогерге жазылған, немесе жаңағыдай жұлдыздарды қарап отырады да. Менің ойымша, жұлдыздардан, блогерлерден гөрі көбінесе университетпен танысыңыздар. Вот осындай профессорлармен, мысалы, университеттің жетекшілерімен, университеттің парақшаларына қараңыздар. Осы жерде білім туралы көп ақпарат айтылады, жаңалық туралы ақпарат айтылады. Сондықтан да сәл де болса соған бет бұрсаңыз, әсіресе 9-10 сыныптың ата-аналары, мен сізге кеңесім, ертеңгі күні балаңыз дұрыс маман таңдап кетеді. Өйткені баланың дұрыс маман таңдауына тікелей ата-ана әсері бар. Ата-ана ояну керек дер едім. Омарбек мырза, біздің елімізде техникалық мамандықтарға көп грант бөлінеді. Сіз айтып кеттіңіз соны. Жастардың көбісі сол мамандықтарға грант үшін барады. Өкінішке орай сол профессиямен жұмыс істегісі келмейді. Осы проблеманы қалай шешсек болады? Күшті сұрақ. Нағыз актуаль тема. Шын мәнінде өте рахмет. Шындығында енді бір салаға көп грант бөлінуі бұл мемлекеттің қажеттілігі. Дұрыс емес па? Демек, мемлекетке бізге технар керек, инженер керек. Бізге ренжімесін юрист керек емес. Етак толып тұр. Бізге экономист керек емес. Дұрыс емес па? Керек емес дегенде аз керек. Инженерлер. Бізге инженер көп керек мысалы да. Сондықтан да қазір қараңыз, бізді АЭС салып жатыр дейміз, дұрыс па? Қаншама әртүрлі зауыттар салғымыз келеді. Мысалы Hyundai Motors'тар келіп жатыр. Оларға инженер керек. Адам жетіспейді. Енді қараңыз, мен осы жерде бір қызық айтайын. Әрине бұл жерде ата-ананың баланы тануы дейміз, профориентолог, бұл жерде мектепте жұмыс істеу керек. Осы жерде мектепке жауапкершілік түседі. Өйткені бала ғой әлі. 8-9-10-да баланы әртүрлі колледжге апару керек, көрсету керек, баланың көкжиегін кеңейту керек. Мысалы, мен ойлаймын, көрген кезде бала қызығушылық арта бастайды. TikTokта бір видео көрдім. 4-5 жастағы бала анаяқтан не өтіп бара жатыр, қалай айтсам болады, өрт сөндіруші машина өтіп бара жатыр. Соған қызығады. Үйінің алдында күнде өтеді. Бұл бала күнде қарай соған мәз болады. Мамасы бұған өрт сөндірушінің киімін алып береді.
бір аптадан кейін киіп қол былғайды бүйтіп. Ана өрт сөндіруші, екі-үш өрт сөндіруші тоқтайды, бұл баланы құшағына алады да бір кішкене сыйлық береді. Не болды? Баланың өрт сөндірушіліге деген көзқарасы өзгерді. Сыйлық алды. Ол бала, мен сізге айтайын, 80-90% ертеңгі сол бағытта жүреді. Неге? Қызығушылық артты. Көрді өйткені мысалы. Бәлкім ертеңгі келген кезде сол салаға апарды мысалы. Сондай көп үлгілер. Мен ойлаймын, балаларды осылай техникалық бағытқа шынай көрсетсек. Біз ойлаймыз, техникалық бағытта жүрген барлығы маймен жүреді дейміз. Олай емес. Қазір әп-әдемі киінгендер бар, дұрыс емес пе? Киінеді, барады, жұмыс істейді, шыққаннан кейін киімін ауыстырады мысалы. Бірақ бәрі қара жұмыстан бастайды. Бәрі қара жұмыстан, онсыз болмайды. Жастарға мен ойлаймын, қара жұмыстың маңызын түсіндіру керек. Қазір жастар не? Блогер болсы керек. Бүйтеді, дұрыс емес пе? Миллион подписчик келсін, бүйтеді, миллион теңге табайын, әнші болайын. Мысалы, бәрі әнші болса, барлығы блогер болса, барлығы бүйткен ақша тапса. Нені айтқым келеді осы жерде. Марғұлан Сейсенбай. Елімізге танымал, дұрыс емес, бизнесмен, мықты тұлға, бәріміз үлгі аламыз мысалы. Шын мәнінде жақсы сөзі бар. Еңбексіз келген ақша да, табыс ертең солай кетіп қалады. Керісінше, еңбектеніп келген әрбір ақша, еңбектеніп келген әрбір табыс, оның нәтижесі басқаша болады. Сондықтан да осы жерде ата-аналарға айтарым. Техникалық бағытқа балаға қызығушылық арттыру керек. Қызығушылық арттыру керек. Бұл ата-ана жауапты, мектеп жауапты. Біз профориентологтар бұны түсіндіреміз. Бала әлі түсінбеуі мүмкін. Көрсету керекпіз. Екі, біз өкінішке орай апарып көрсеткен кезде көбінесе жаңағыдай қиын жағдайын көрсетеміз. Жоқ. Плюс жағында көрсетейік. Пайдасына көрсетейік. Оның адамдарға берер мүмкіндігін көрсетейік. Бұл екіншісі. Үшіншісі, мен осы жерде айтарым, осы техникалық бағытта жұмыс істеп жүрген адамдар не екенін білмеймін, көбісі интроверт, сөйлесі келмейді. Осындай кезде, осындай мықты технарлар қоғамның алдына шығып, үлгі болу керек. Не үшін балалар қазір блогерлер бар болғысы келеді? Өйткені блогерлер көзінің алдында күнде, дұрыс па? Не үшін әнші болса күнде әнші? Популярность. Мен ойлаймын, мықты технарлар шығып, мана әртүрлі жасаған жұмыстарын әлеуметтік желіге салса, бәрі көреді, вау, күшті екен дейді. Қазір популярны бола бастады ғой да, мұғалімдер, біреуі ән айтып мұғалім, біреуі химик мұғалім бар да, мысалы, химияның әртүрлі экспериментпен химияны түсіндіреді. Мен өзім химияны жек көретін адаммын, бірақ сол эксперименттен кейін ғашық болдым. Вау дедім. Неге? Көре бастадым. Дұрыс емес пе? Сол сияқты осы жерде техникалық бағытта жүрген құрметті ата-аналар, эксперттер, профессорлер, істеп жатқан жұмыстарыңызды әдемілеп упаковка жасаңыздар. Қоғамын көрсетіңіздер. Қазір жастар қайда отыр? TikTokта отыр. Қайда отыр? Instagram, YouTube'да отыр. Алып 3-5 минуттық видеоңызды түсіріп қойсаңыз, ертең күні сіздің жасаған жұмысыңызды олар қайталағысы келеді. Ата-аналар, мүмкіндік болса балаңыздың қолынан алып жетектеп, айына 1, 6 айда 1 әртүрлі кәсіп орындарына апарып көрсетіңіздер. Осындай эксперттермен кездестіріңіздер. Құрметті мектеп басшылары, мектептің жауаптылары, осындай баланың көкжиегін кеңейту үшін айда 1, 6 айда 1, жылдан 1 рет, әсіресе 8-9 бастап университеттерге апарыңыздар, университеттің лабораториядан апарыңыздар. Мысалы, әрдайым фабрикаға бара алмасаңыз, сол фабриканың бір прототиптері университетте бар. Дұрыс емес пе? Мысалы, сіздің университетіңізде мен білгенім Hyundai Motors'тың машинасы тұр. Өткенде көрдім, мәз болдым. Дедім, бала 1-2 курс бала машина жөндеп үйренсе, қандай керемет та. Соны 9-10 бала көрсе, соған қызығушылық артады. Дейді, мен де осылай машина жөндеймін ғой дейді. Мысалы, өз басым қатты мән берем. Мысалы, өзім өткені бір қызық болды. Toyota'm кішкене сынып қалды. Өзім YouTube'тан қарап істегім келді. Бар ғой, өзім білемін. Бір-екі запчасын алдым, істеуге тырыстым, болмады. 3-4 күнім кетіп қалды. Еще ақшам кетті 26 теңге. Болмады, сосын экспертке звондадым. Төледім 40-50 теңгесін, жарты сағатта шешіп берді бәрін. Вот эксперттің маңыздылығы, көрдіңіз ғой да? Сол сияқты балалар да осылай ертең мықты эксперт болса, жарты сағатта, 1 сағатта 40-50 теңге ақша таба алады. Мықты эксперт болу үшін өзін тану керек. Және осылай практикалық түрде жаңа техникамен жұмыс істеу керек. Сондықтан да мен ойлаймын, осы жерде мәселе техникалық бағытта грант көп бөлінген емес. Мәселе балалардың неосознанно баруы. Атақ мемлекетке ауадай қажет. Тағы бір нәрсе айтар едім, осы жерде әсіресе ауылдан келген балаларға көп мұндай мүмкіндік берілмейді, өкінішке орай мысалы. Сондықтан да ауыл жастарының құрметті ата-аналар, егер ауылдан болсаңыздар, осы подкастты көріп отқан болсаңыздар, балаларыңызды оқытыңыздар. Қай сала болсын оқытыңыздар. Не үшін маңызды? Енді
қалаға келген бала, университетке келген бала тек қана диплом алмайды, білім алмайды. Ол көкжиегі кеңейеді, жаңа достар табады, жаңа кәсіпорындарға барады, жаңа мүмкіндіктер көреді. Сондықтан да ауылда шыққан балаларға міндетті түрде оқуыңыз дедім. Тек қана грант болса да болсын, ештеңе етпейді. Грант бала оқысыншы ең бастысы. Әрине, өзін танып, өзінің ұнайтын мамандығына грантқа оқу әлдеқайда күшті болар еді. Бірақ өзін танымаса да бір универге барып оқысын, яғни оқымай қалмасын дегім келеді. Не үшін? Биыл статистика бойынша байқадыңыз ғой да, 216 мың бала мектеп бітірсе, соның 60 бала шекті бала алмады. 137 мың бала проходной балл бола тұра, грант конкурсына қатысқан бала 117 мың бала. 20 мың бала барған жоқ. Бірақ басқа шанстар бар, колледжге бар. Колледжде бар еді, оған да барғысы келмейді, ауылда жүре берсін, мал бақсын дейді. Мен ойлаймын, осындай кезде ата-аналар, кішкене ояныңыздар, балаларды егер мүмкіндік болса, хотя бы колледжге жүріңіздер. Көп, қараңыз, тек универ шарт емес, я колледждер бар. Керек болса, өз саласында гәп бере алуға болады, тіл үйренуге болады мысалда. Яғни, егер мүмкіндік болса, шетелге шығуға болады, егер ақшаңыз бар болса. Жоқ болса, қанша университетіміз бар Қазақстанда, міндетті түрде жіберіңіз, оқытыңыздар. Жұмысшы профессиялар бар. Жұмыс профессиялар бар мысалда. Өткенде бір ата-ана келеді, Омарбек менің қызымды ақылы оқыта алмаймын деді. Неге дедім? Папасы өткенде машина алды, 7 миллионға кредитке кірдік. Той жасадық, 3 миллион теңге қарызымыз бар, 10 миллион теңгеге кредитіміз бар деді. Мына балаға грант керек мысалда. Грант болмаса оқытпайсыз, оқытпаймыз. Үйде жүрсін. Дедім, апам, үлкен кісі ғой былай. Мына тросың 800 теңге тұрады, алтын. Соны сат, мына бір жыл оқыта аласың, тегін оқытасың. Ата-ана грант деген нәрсе бар. Яғни балаға инвестиция қойып үйреніңіздер. Ақша қойып үйреніңіз. Ол бала ертең сізге қайтарып береді. Маған ашуланып кетті. Сен не демасы Омарбек? Саған бір кеңес сұрап келді. Ақыл оқы дейсің ба? Мен ақымақ емеспін. Ақыл оқу ақымақтық емес. Ақыл оқу ақылдының жұмысы. Кетті, маған ренжіп. 3 сағаттық кезде ondайды. Жарайды Омарбек, ақшаны қайда төлеймін? Ақша жоқ емес бар. Да, ақша жоқ емес бар. Просто приоритет не то. Ол не? Той-домалаққа, шубаға, Дубайға ақша төлейді, 1 миллион 2 миллион теңге. Бірақ қызының болашағына ақша төлегісі келмейді. Осы дұрыс емес. Сондықтан да балаға ақша қойып үйренеміз. Осы жерде ана не бар ғой, Қытайдағы бамбук ағашы бар ғой. Естуіңіз бар шығар, 5 жыл бойы су береді, дәрі береді. Күнделікті 2-3 мезгілінде. Бірақ бамбук ағаш шықпайды екен. 5 жыл бойы даже жапырақ шықпайды. 5 жылдан кейін 2 аптаның ішінде 20 метр өсіп кетеді. Эксперттер айтады, ол 5 жыл бойы тамырын төменге салды, потом 5 жыл өсіп кетті. Бала осылай, қазір ақша құйдық, инвестиция құйдық, қазір жемісін бермейді. Оқысын, білім алсын, 5-10 жылдан кейін балаңыз мықты эксперт болған кезде, мықты маман болған кезде, сіздің ақшаңызды 2 есе қайтарып береді, плюс 2 немере береді. Дұрыс емес па? Вот осындай кезде мен ойлаймын, ата-ана уже кішкене істеу керек, баламен жұмыс берілу керек. Ал енді жаңа оқу жылы алдында жоғарғы сынып оқушыларының ата-аналарына қандай кеңес берер едіңіз? Қандай поддержка берген дұрыс? Дәл осындай кезде уже қыркүйек, мысалда жаңа оқу жылы басталды. Жаңа оқу жылында 10 сыныптағы келген ата-аналарға тез арада баланың бағын таңдасын дер едім. ұбт-ға дайын бастасын дер едім. Өйткені топ универге түсу үшін жоғары ұбт балл керек. Ол қазір 50 балл деген ол қалды. 70 балл, 80, 100 балл, тіпті 130 балл керек кейбір университеттерге. Ал егер 9-10 болатын болса, 9-10 сыныптар баланың қабілетін қараңыз дер едім. Қалауын ескеріңіз, қабілетін қараңыз. Оны керек болса әртүрлі профдиагноз тесттер бар. Бұл тесттеріміз, мысалы біз дәрігерге барған кезде дәрігер түрімізге қарап тұр, дәрі жазбайды ғой. Бар, анализ тапсырып келді дейді, мысалы қан анализ, сол сияқты профтесттер, профдиагноз тесттер баланың ішкі мотивациясын ашып қарайды. Қай жақ қабілеті бар, сол тапсырып көріңіз дер едім. Одан кейін бағана айтқан сияқты баланың қолын жетектеп, әртүрлі жаңағыдай колледждерге, университетке апарып баланың көкжиегін кеңейтіңіз дер едім. Яғни жаңа оқу жылында тек қана ойбай, балам сабаққа бардың ба? Бәрі сабақ 5 па? Емес. Баланы дамыту керек жан-жақты. Я сабақ оқи берсін. Аптаның соңында сенбі жексенбі бос. Айына бір-ақ рет бір колледжге барып келсін. Бір жылда 12 колледжге барады. 6 айда бір, немесе 3 айда бір, 90 демалыстары бар ғой. 90 демалыстары қарашаның басында, яғни қаңтарда, демалыстарда, наурыз демалысында 90 демалыс бар. Әр демалыста 1-2 универге барса, бір жылда 6 универді көреді. 6 университет көрген баланың мен сізге айтайын, көкжиегі кеңейеді. Мен де осылай болғым келеді дейді. Мен осы маман оқығым келеді дейді. Көрдіңіз ғой да, проблема, ата-аналардың проблемасы балаға уақыт бөлмейміз. Біз ойлаймыз, балаға көп уақыт бөлу керек. Балаға көп уақыт бөлу керек емес. Балаға дұрыс уақыт бөлу керек. Болды, все. 6 айда бір уақыт бөлсек, былай істеді. 3 айда бір уақыт бөлсек, яғни уақыт деген сапалы уақыт қой. Отырып та телефон оқып, балам айта бер, ол дұрыс емес.
20 минут қой телефонды, ал айта қой, бүгін саған не ұнады, бүгін не істедің деген сияқты бала өз ішін айтады. Сондықтан да жаңа оқу жылының басында құрметті ата-аналар, құрметті талапкер оқушылар, барыңызға жаңа оқу жылы құтты болсын, берекелі болсын, жақсы жыл болсын. Осы 9-11-лерге кеңесімді бекітіп алыңыздар. Ата-аналар жұмыс істейміз балалармен. Омарбек мырза, үлкен рахмет. Керемет подкаст болды деп ойлаймын. Рахмет сізге. Енді біздің жаңа рубрикамыз көрермендер арасында сыйлық ойнатамыз. Балалық шағыңызда кім болуды армандадыңыз? Осы историяңызды бөлісіңіз. Ал ең қызықты жауапқа Омарбек мырзадан сыйлық. Омарбек мырза, айтып кеттіңіз, қандай сыйлық? Так, күшті. Құрметті талапкерлер, осы жерде шынымен де өте жақсы сұрақ. Бала кезіңізде қандай арманыңыз бар еді? Соны кішігірім сториске түсіріңіздер. Мені, Гүзана ханымды IELTS-де белгілеңіздер деп белгілеп қойыңыздар. Міндетті түрде осының бәрін тексереміз. Ең жақсы креативный жаңағыдай сторис түсіргендерге, егер Reels пост болса тіптен жақсы. Оның бәрін бақылап қадағалап отырамыз. Біздің менеджерлер қарап отырады. 3 балаға мынандай мамандықтар гайд деген кітап беремін. Бұл кітап соңғы 3-4 ай бойы зерттелген кітабы. Көп, менің кітабым айтпақшы, көп ата-ананың сұраныс негізінде, яғни ата-ана осылай сұрайды екен. Мен балам бұл мамандықта оқыса кім болып шығады, қайда жұмыс істейді, айлығы қанша деген сияқты. Біз бұны HeadHunter-ден, мемлекеттің жаңағыдай еңбек бәрін зерттедік. Әр мамандық бойынша қысқа нұсқа қандай мамандық егер болып шығады, қанша бал керек, жаңағыдай қанша грант бөлінген және қайда жұмыс істейді, айлығы қанша бәрін зерттедік. Осы 3 кітапты 3 балаға сыйлық бергім келеді. Одан бөлек ең көп лайк жинаған деп айтайыншы, окей? 1000 лайктан көп жинаған Reels посты бір адамға, то есть енді егер көп адам болса, ішінен конкурс жасаймыз, бір адамға менің жеке консультациям тегін болсын. 4 таңдауын маман таңдап беретін боламын және оған барынша қолдау көрсететін боламын. Күшті. Рахмет үлкен.